Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып математика пәні 4 сабақ. 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тақырыбы. Бүгінгі сабақта 3 таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренетін боласыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Мына сандардың моделін жаса, жүздіктерді, ондықтарды және бірліктерді қандай да бір заттармен, фигуралармен белгіле. Осы сандар туралы айтып бер. Бізде берілген сандар 100, 220, 324 саны. Ал енді осы сандарды фигуралармен белгілесек болады. Біз жүздіктерді дөңгелек, ондықты шаршы, ал бірлікті үшбұрыш қылып белгілеп аламыз. 100 санында бір жүздік бар, демек бір дөңгелек сызамыз. 220 санында екі жүздік, екі ондық бар. Сондықтан екі дөңгелек, екі шаршы сызамыз. 324 санында үш жүздік, екі ондық, төрт бірлік бар. Сондықтан біз үш дөңгелек, екі шаршы және төрт үшбұрыш сызып қойсақ болады. Ал енді сан сәулесінен жиындар шешімін көрсет, осы жиыннан 5 санды ата дейді. Бізде мұнда 100 саны x-тан артық болып тұр, 220 саны x-тан кем болып тұр, және 324 саны x-тан артық болып тұрған жиындар көрсетілген. Ал енді біз дәптерімізге сан сәулесін сызамыз да, және осы жиынға тиісті 5 санды атайды екенбіз. Яғни мұнда x болуы керек 100-ден кіші. Сондықтан да сан сәулесінен 100-ді белгілейміз де, ол 0-ге дейінгі сандарды сызамыз. Сонда кез келген 100-ден кіші сандардың барлығын жазып шықсақ болады. 6 100-ден кем, 12 100-ден кем, 45 100-ден кем, 47 100-ден кем, 93 100-ден кем. Осылай жазсақ болады. Келесі 220 санынан артық. 220 санын сан сәулесінен белгілейміз және одан үлкен сандарды сызамыз. 225 артық 220-дан, 345 артық 220-дан, 600 артық 220-дан, 745 артық 220-дан, 905 артық 220-дан. Келесі сан бізде 324. 324 саны x-тан артық болып тұр. Демек, біз 324 санынан кіші сандарды қоямыз. 324 артық 245-тен, 324 артық 320-дан, 324 артық 5-тен, 324 артық 16-дан, 324 артық 274-тен. Осылай кез келген тиісті 5 санды алсақ болады. Екінші тапсырма, есептеуді түсіндір. 678 бен 2 сандарының қосындысы, мұнда бірлікке бірлікті қосамыз, сонда 8-ге 2-ні қосып аламыз. 670 қосу, жақша ішіне 8 қосылған 2 деп алған. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады, 670-ге 10-ды қоссақ 680 болады. Осылай есептеп шығарамыз. Келесі 791 мен 9-дың қосындысы. Мұнда 790-ды бөлек аламыз, жақша ішіне 1 мен 9-дың қосындысын жазамыз. 1-ге 9-ды қоссақ 10 болады, 790-ға 10-ды қоссақ 800 болады. 992 қосу 8. Мұнда да бірлікке бірлікті қосамыз, 990-ды бөлек алып, 2 мен 8-дің қосындысын бөлек жақшаға аламыз. 2-ге 8-ді қоссақ 10 болады, 990-ға 10-ды қоссақ 1000 болады. 680 азайту 2 тең, жақша ішінде 670 қосылған 10. Балалар, біз бірліктен бірлікті азайтуымыз керек, бірақ 3 таңбалы сандағы бірлігіміз 0-ге тең, сондықтан біз ондықтан бір ондықты аламыз. Сонда 10-нан 2-ні азайтсақ 8 қалады, 670-ге 8-ді қоссақ 678 шығады. Келесі 800 азайту 9. Мұнда да бірлігіміз 0-ге тең, сондықтан ондықтан біреуін береміз. 10-нан 9-ды алсақ 1 қалады, 790-ға 1-ді қоссақ 791 шығады. Келесі 1000-нан азайтамыз 8-ді. Мұнда да бірлігіміз 0-ге тең, сондықтан ондықтан біреу береміз. Яғни 1000-нан 10-ды алатын болсақ 990 қалады. 990 қосу 10 деп жазып аламыз 1000 санын, одан азайтамыз 8-ді. Ал енді 10-нан 8 алсақ 2 қалады, 990-ға 2-ні қоссақ 992 шығады. Осылай есептесек болады. Үшінші тапсырма, есепте асы 576 мен 4-тің қосындысы. Бірлікке бірлікті қосамыз балалар. Яғни 6-ға 4-ті қоссақ бізде 10 болады. 670-ге 10-ды қоссақ 570-ге 10-ды қоссақ 580 болады. Келесі 593 пен 7-нің қосындысы 600-ге тең. 3 пен 547-нің қосындысы 550-ге тең. 7 мен 123-тің қосындысы 130-ға тең. 872 мен 8-дің қосындысы 880-ге тең. 986 мен 4-тің қосындысы 990-ға тең. 4 пен 806-ның қосындысы 810-ға тең. 2 мен 288-дің қосындысы 290-ға тең.
Ал енді 1000 мен 7-нің айырмасы 993-ге тең, 790 мен 6 сандарының айырмасы 784-ге тең, 800 бен 7-нің айырмасы 793-ге тең, 900 бен 2 сандарының айырмасы 898-ге тең. 780-нен 9-ды азайтсақ 771, 900-ден 7-ні алсақ 893, 300-ден 6-ны алсақ 294, 500-ден 4-ті азайтсақ 496. Ал енді ә тапсырмасы. 567 мен 3 сандарының қосындысы 570, 439 бен 1 сандарының қосындысы 440, 560 бен 9 сандарының айырмасы 551, 2 мен 678 сандарының қосындысы 680, 6 мен 324 сандарының қосындысы 330, 900 бен 7 сандарының айырмасы 893. 777-ге 3-ті қоссақ 780, 888-ге 2-ні қоссақ 890, 500-ден 6-ны азайтсақ 494, 400-ден 9-ды азайтсақ 391, 670-ден 5-ті азайтсақ 665, 350-ден 8-ді азайтсақ 342 шығады екен. 4-ші тапсырма. Есептеу тәсілін түсіндір. 468-ге 7-ні қосуымыз керек. Балалар, 7-ні біз 2 мен 5-дің қосындысы деп алсақ болады. Сонда 468-ге 2-ні қоссақ 470 болады. 470-ге 5-ті қоссақ 475 болады. Демек, мына жолы бізге ыңғайлы. Сол сияқты 302 азайту 9. Балалар, 9 санын біз 2 мен 7-нің қосындысы деп алсақ болады. Яғни 302-ден 2-ні азайтсақ 300 қалады. 300-ден 7-ні азайтсақ 293. 622-ден азайтамыз 6-ны. 6-ны балалар 2 мен 4-тің қосындысы деп аламыз. 622-ден 2-ні азайтсақ 620, одан 4-ті азайтсақ 616 қалады. 876 қосылған 8. Балалар, 8 санын 4 қосылған 4 деп алсақ болады. 876-ға 4-ті қоссақ 880, оған 4-ті қоссақ 884 шығады. 5-ші тапсырма. Есепті шығар, кері есеп құрастыр. Тәжірибелі метеоролог бір жылда 240 болжам, ал көмекшісі одан 115-ге кем болжам жасады. Олар бір жыл бойы бірге қанша болжам жасады дейді. Балалар, бірінші берілген жазып аламыз. Метеоролог 240 болжам, көмекшісі белгісіз, метеорологтан 115-ге кем. Барлығы қанша екенін анықтауымыз керек. Енді шешуі. 201-ші біз көмекшісінікін анықтап алуымыз керек. Ол үшін 240-дан 115-ті азайтамыз. Тең 125. Бұл көмекшісі жасаған болжам. Енді барлығын анықтау үшін метеоролог пен көмекшісінікін қосамыз. 240 қосу 125. Тең 365. Жауабы екеуі бірге 365 болжам жасады. Ал енді балалар, біз кері есеп құрастырып көрейік. Барлығы 365 болжам, көмекшісі 125 болжам жасады. Ал метеоролог қанша болжам жасаған анықтауымыз керек. Шешуі. Ол үшін барлығынан көмекшісі жасаған болжамды азайтамыз. 365 азайту 125 тең 240 болжам. Жауабы метеоролог 240 болжам жасады. 6-ші тапсырма. Бірінші мысалдарды шығар, олардың жауабын пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын жылдам тап дейді. Яғни мұнда бірінші беріліп тұрған мысалды шығарсақ, кейінгі мысалдардың жауабын жылдам табуға болады екен. Жақша ішінде 650 қосылған 40, жақша жабылған азайту 390 дейді. Балалар, 50-ге 40-ты қоссақ бізде 90 болады, сондықтан 690 азайту 390. Тең 300-ге. Ал енді келесін жылдам табу үшін, яғни мұнда 650, мұнда 660. Демек 10 санына көбейіп отыр. Сондықтан да мәні 300, 310, 320 деп жазсақ болады. Келесі 560 азайту, жақша ішінде 100 қосылған 60. 100-ге 60-ты қоссақ 160, 560-тан 160 алсақ 400 қалады. Ал енді мына 60 пен 40 20-ға мән берсек, 20 санына азайып тұр. Сондықтан біз мәніне 20 санын қосамыз. 400, 420, 440. Келесі, жақша ішінде 810 қосылған 90, жақша жабылған азайту 100. Балалар, жақшаның ішінен 900 шығады, одан 100 азайтақ 800 қалады. Ал енді қосылғыштың біреуіне мән берсек 90, 60, 30. Демек 30 санына азайып тұр. Сондықтан да біз мәндерінен 30 санын азайтамыз. 800, 770, 740. Осылай жылдам есептесек болады. 7-ші тапсырма. Балалар күн райын бір апта бойы бақылады. Кестеге қарап, сұрақтарға жауап беріңдер. Балалар,
бір аптадағы дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі күндері қай күні жаңбыр жауды, қай күні жел болғандығын балалар белгілеп отырыпты. Ал енді осы кестені пайдаланып, біз мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жел болған күндерді атаңдар дейді. Балалар, жел болған күндер ол сейсенбі және сенбі күндері. Келесі, жаңбыр жаумаған күндерді атаңдар дейді. Жаңбыр жаумаған күндер ол сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі және жексенбі. Ал жаңбыр да, жел де болмаған күндерді атаңдар дейді. Балалар, жаңбыр да, жел де болмаған күндер ол сәрсенбі, жұма және жексенбі күндері екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.